мына видеоны көзіне теріскен немесе халезан шыққан адам көрсін тезірек. Өйткені мысалы мен көзіме бір ай бұрын шықты міне теріскен деп ойладым, сосын ол халезан екенін. Ал енді менің қателіктерімді жасамаңдар. Бірінші мені үйдегілерден сұрап, немесе адамдардан сұрадым, видеоны ютубтан көріп, не істеу керек теріскен шыққан кезде ютубтан көрдім да, мысалы ыстық чайдың заваркасын көзге қою керек, немесе анау жұмыртқаны қайнатып ыстық, немесе анау тұзды көзге қою керек, тұзды не қылып ысытып, сол сияқты халық емдерін қолданып көрдеді, сонымен көрдім де қолданып. Сөйтіп жүргеннен мен көзім ісіп кетті. Размері мынандай болып кетті. Сосын сразу мен больницаға бардым. Сол кезде айтты, бұл теріскен емес, бұл халезан дейді. Халезанды мен басқа немен тәсілмен емдену кезде физиотерапия деп аталады. Кәдімгі көзі бір сәуле түсіреді. Сонымен бір сәулемен кәдімгі қыздырып ба, бір екі қылас өзі сол арқылы ғана кетті. Ал көзіме әнесе тамғыздым, үйттім, көзімді ісіріп алдым, асынып кетейін деп қалды. Менікі Құдайға шүкір, менікі дұрыс болып қалды ғой. Менікі кішкентай болды, размері одан үлкейіп кеткен адамдар болды. Мысалы, больницаға бармай жүреді өзін не қылып ше. Мен енді сіздерге ақыл кеңесім, больницаға барыңыздар, врачқа барыңыздар. Егер 5 күн ішінде кетпесе, 4-5 күн ішінде кетпесе, бірден барыңыздар. Ертең ісіп кетсе, неше түрлі көз ауруларын алып келеді, ол кетпей қалады, немесе операцияға алып келуі мүмкін оны жою үшін. Жақсы, сау болыңыздар.